Бүгінгі сабақта енді тартылыс құбылысы және ауырлық күшімен танысамыз, және салмақ деген не екендігін білеміз. Тартылыс құбылысы. Тартылыс құбылысы дегеніміз енді бір заттардың тартылуы екенін түсініп тұрмыз. Кез келген дене бір-бірімен тартылып тұрады. Мысалы, мына тақтамен мен де тартылып тұрмын қазір. Мысалы, менімен мына мені түсіріп тұрған камера, ол да тартылып тұр. Және сол камераның ар жағында отырып, мені көріп отырған оқушылармен, сенімен мен де тартылып тұрмын да. Бірақ ол күштердің өте аз болуына байланысты оны мүлде елемеуге де болады, мүлде елемей қоюға да болады. Мысалы, мына маркер мына тақтаға тартылып тұр деген сияқты, сондай бүткіл заттар бір-біріне тартылып жатыр. Бірақ ол күшті елемей қоюға болады. Ол тек массаға ғана тәуелді да. Егер сенің массаң өте үлкен болатын болса, онда сонда ғана сен ол күштің бар екендігін сезесің. Ол өте әлсіз күш, бірақ ол массасына тура пропорционал. Ол күштің пайда болуы сонда тек массаға ғана байланысты. Масса үлкейген сайын ол күштің де әсері үлкейе бастайды. Ал жер мен күн де тартылып тұр бір-біріне. Оның тартылу күшін жазатын болса, F тартылу тең 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі Ньютон деген сөз. Яғни өте үлкен күшпен осылай тартып тұр. Бұл тартылу күштері қалай есептелінді? Оны енді мынандай формуламен шығара салды. Мынандай формула деп берілген. Енді бұл формула қайдан шықты? Бұл формула тәжірибе жүзінде алынған. Екі тал болат шардың арақашықтығына байланысты өте дәл, өте аз күштің өзін сезетін, яғни күшті өлшейтін құралмен өлшеген. Сонда екі болат шарды бір-біріне жақындатып алыстатқан кезде олардың арасында тартылу күштері өзгерген. Яғни арақашықтыққа тәуелді екендігі содан шыққан. Және олардың массаларын ауыстырып өзгертетін болса, ауыр болат шар, жеңіл болат шар сөйтіп ауыстыра берсе, онда ол массасына тура пропорционал, яғни массасы артқан сайын екі дененің онда тартылу күші де артатыны шыққан. Содан кейін енді тура пропорционал, яғни F тура пропорционал болды екеуінің массаларын көбейтіндісіне және арақашықтығының квадратына кері пропорционал екен. Енді осы өрнектер бір-біріне теңестіріп жазуымыз керек қой. Жазуымыз керек, яғни ортада бір тұрақты бір коэффициент көбейтіледі. Бұл жердегі коэффициентіміз енді гравитациялық тұрақтылық болып тұр. Бұл формулалардың қалай алынғандығын, қалай шыққандығын оны бүгінгі сабақта айтпайтын боламыз. Бүгін тек ауырлық күші осының дербес жағдайы екендігін көрсететін боламыз. Енді дербес жағдай дегеніміз не? Мысалы, мына жерде тартылу күші екі дененің. Мынау бірінші дененің массасы, мынау екінші дененің массасы және сол екі дененің арақашықтығы. Мынау гравитациялық тұрақтылық, бұл бір коэффициент. Енді біз осыны қалай жазамыз? Егер менімен, мысалы, жер тартылып тұр дейміз, соның әсерінен мен жерде тұрмын ғой. Яғни екі дененің тартылуы. Солай жер сонда бүткіл адамды, бүткіл затты тартып тұр. Ол осы заң бойынша, яғни гравитациялық күштің әсерінен тартылып тұр. Сонда гравитациялық күштің әсерінен ауырлық күші пайда болып тұр. Сонда барлығы негізінде гравитациялық күш қой. Біз жай ғана өзіміздің жерге тартылғанымызды ауырлық күші деп айтып кеткенбіз. Енді ол қалай? Мына жердегі бәрі сақталады, яғни F біздің ауырлық күшіміз тең болады G. Біздің салмағымыз көбейтілген жердің салмағы. Мына жерде бөліп тастаймыз. Неге? Яғни біздің арақашықтығымыз ғой. Арақашықтығымыз деген ол жер мен жердің центрі мен біздің арақашықтығымыз ол жердің радиусы, сонда жердің радиусының квадраты. Сонда осыдан біздің жерге қаншалықты күшпен тартылып тұрғанымыз шығады. Енді мына жердегі тек массаны ғана қалдырып, мыналарды орындайтын болсақ, мынау бір тұрақты сан, Мынау G тұрақты, жердің радиусы өзгермейді, жердің салмағы өзгермейді, тұрақты. Мыналардың бәрі үшеуі де тұрақты. Енді мыналардың бәрін бөлетін болсақ, онда бір жуықпен 9,8 деген сан шығады екен. Мыналарды бір-біріне өлшеп 9,8 деген сан шығады екен. Бұл нені көрсетеді? Бұл Ньютон бөлінген килограмм. Ньютон бөлінген килограмм деумен шамамен өлшенеді. Бұл жердің еркін түсу үдеуі деп аталады. Ал енді бұл еркін түсу үдеуі деген не екендігіне келеміз. Бірінші, біздің жерге тартылу күш десе, онда біз мына формуланы жазамыз, F A тең M көбейтілген G деп жазамыз. Яғни мыналарды вектормен жазатын болсақ, күш векторы бағыттас G векторына.
енді мынау еркін түсу үдеуі. Бұл қалай шықты? Мына жерден мына формуладан G қалай шықты? Оны да табу қарапайым. Бір динамометр деген құрал бар. Ол динамометр деген күшті өлшейді. Яғни біз бұл тартатын болсақ, таразы сияқты, бірақ таразыда килограмм көрсететін болса, мынада ньютонмен көрсетеді. Сондай бір динамометрді қойдық. Соған енді бір массасы бір М1 дене ілеміз. М1 денені іліп, былайынан ұстаған кезде, ол қанша ньютон күшпен тартылып тұрғаны біз көре аламыз. Бір F1 күшпен тартылып тұрады. Жерге тартылу күшін осылай көре салуға болады ғой. М1 денеміз F1 күшпен тартылып тұр. Біз жазайық бұны. Бұнда F1 бөлінген М1. Бұл қатынастан не шығады екен деп көреміз. Сосын екінші бір М2 деген денені білеміз. Сөйтсек ол F2 күшпен тартылады. Оны да бір-біріне бөлетін болсақ, одан да бірдей сан шығады екен. Сонда кез келген дененің сонда қаншалықты күшпен тартылатынын массасына бөлсе, онда бір тұрақты константа шығады екен. Яғни тұрақты бір сан шығып отырады екен. Ол санның мәні біліп отырғандарындай 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Осы сан шығады екен. Сондықтан біз мына формуланы қолданып, өзіміздің жерге қаншалықты тартылып тұрғанымызды есептей аламыз. Мысалы, енді 9,8 ғой, оны мен өте жоқтап, енді 10 деп ала салатын болсам, өз салмағым мысалы 60 килограмм болса, 60 килограммды көбейтесің 10-ға, сонда 600 ньютонмен тартылып тұрсың. 70 килограмм болсаң, 700 ньютонмен тартылып тұрсың. Өзіңнің жерге қаншалықты тартылып тұрғаныңды осылай есептеп көруге болады. Енді мынандай жағдай бар. Сонда біздің жерге тартылуымыз ол жердің радиусына кері пропорционал болып тұр ғой. Әйтеуір жердің радиусы біздің ауырлық күшімізге әсер етеді. Енді мынаны қарайық. Сонда жеріміз біздің мынау жер болсын, мынау жер болса, жер ол абсолютті шар тәрізді емес қой. Центрынан жердің бүткіл жеріне дейінгі қашықтық бірдей емес. Ол кішкене эллипс тәрізді. Енді бір жазықтыққа түсіріп қарайтын болсақ, эллипс тәрізді сопақтау келген. Сонда мысалы мына жағының радиусы R2, мына жағыныкі R1 болсын, центрден мына жаққа дейін қашықтықтар. Сонда R1 үлкен R2, яғни мына қашықтық үлкен болса, R1 қашықтық, мына жақ үлкен болса, онда не болады? Мына нүктедегі жерге тартылу күші кішкене азырақ болады мына жерге қарағанда, мына жаққа аз болады. Сонда біз жүріп жүрміз, мысалы 65 килограмм, мынау мен есептедік 65 килограмм, 650 ньютонға үйреніп алған, мен кетіп бара жатырмын. Сөйтіп мен салмағымды оңай көтеремін, мысалы осы жерде жүрмін, Мен бір мына жерде жүрмін. Мынандай бір R2 деген қашықтықта жүрмін, R2 дегеніміз аз. Енді R2-ні мына жерге қоятын болсақ, онда R2 деген аз санға бөлсең, яғни үлкен сан шығады, үлкенірек сан шығады, кішкене көпке бөлгенге қарағанда. Сонда көп ауырлық күші көп болып тұр. Яғни мен өзімді 650 ньютон сезініп жүрмін мына жақта. Аяғым жақсы көтеріледі, бір секірем. Осындай бір биіктікке, енді 1 метрге секірдім дейік, мысалы 1 метр биіктікке секіре алатын болдым. Сосын мен мына R1 қашықтықта болатын жерге бардым, мына жерге жүріп бардым. Бұл жерде R1 деген үлкен, яғни мына жер үлкен, тартылу күші аз. Сонда мен ол жерге барсам өзімді жеңіл сезіне бастаймын да. Өзімді жеңіл сезінемін. Өйткені менің аяқтарым 650 ньютонды көтеріп жүргенге үйреніп алған ғой. Енді ана жаққа барған кезде ол жердің жиі өзгеріп кетті. Яғни ол жердің жиі дегеніміз ол мына қатынас, Осы қатынас ненің әсерінен өзгерді? R радиустың әсерінен өзгерді. Сонда мына жердегі G азайып қалды да, ол жерге қарағанда G азайып қалды. Мысалы 9,5 дей салайын, Енді мысал жаза берейін. 9,5 болатын жерге барайық. 9,5-ке көбейтеміз. Сонда бір 10-ға көбейткеннен аз шығады ғой. Соншалықты біздің аяғымызға күш аз түседі. Сондықтан өзімізді жеңіл сезініп жүреміз. Енді мына жердегі G деген ол нені көрсетеді? Оны жоғарғы сыныпта көретін боламыз, бірақ мен сендерге қазірден бастап айтып қояйын, өйткені ол қазірден бастап біліп жүретін боласыңдар. Не екендігін. Ал G деген негізінде 9,8 болғанда, жоқта болғанда өлшем бірлігі метр секунд квадрат негізі оның өлшем бірлігі. Бұл еркін түсу үдеуі дейді, яғни үдеуді көрсетіп тұр. Үдеу дегенімізді де енді болашақта өтеміз, бірақ қазір айтып қояйын, 9,8 дегеніміз ол нені көрсетеді? Ол мынаны көрсетеді. Мысалы, биік бір этаж үйдің төбесіне шығып аламыз да, секіре салатын болсақ, онда жоқ,
секіре салатын болсақ, онда біз жерге қарай құлаймыз. Басында біз секірген кезде, былай жанға қарай жүрдік қой енді. Секірген кезде бастапқы біздің төмен қарай қозғалу жылдамдығымыз 0 болды, иә. Біз жүріп ары қарай шыға салдық. Бір кезде төмен қарай кеттік, құлап. Сол кезде бастапқы жылдамдығымыз 0 болып тұрды. 1 секундтан кейін біздің жылдамдығымыз 10 болады. 2 секундтан кейін 20 болады. 3 секундтан кейін 30 болады. Яғни 10 қосыла береді әр секунд сайын. Енді ол жоқтап айтып тұрмын. Енді ол жердің әр нүктесінде әртүрлі, сондықтан 9,8 болады. Енді сен 9,8 болатын жерде тұрсаң, енді жоқ болғанда, онда әр секунд сайын сен 9,8 метр секунд жылдамдық қосып отырасың құлаған кезде. Әрине бұны ескеру керек бір жағдай бар. Ауа кедергісі. Яғни мына қағазды алып, қағазды бүйтіп тастай салатын болсам, ол әр секунд сайын 9,8 жылдамдық қоспайды ғой. Себебі оны ауа кедергісі тоқтатып, оны бір қалыпты, ол ақырын бүйтіп қозғалады да. Сондықтан оны біз де секірген кезде ол секундына 9,8 жылдамдық қоспаймыз. Себебі бізге де ауа кедергісі әсер етеді. Ал егер ауа кедергісі жоқ, мүлде ауа ештеңе жоқ, вакуумде сондай секіретін болсақ, онда секундына сондай жылдамдық қосамыз. Ол тәжірибе, мынандай тәжірибе жасалған ғой. Бір вакуумның ішінде қағаз немесе жапырақпен тасты бірге тастайтын болса, екеуі бірге жерге бірдей түседі. Яғни ешқандай ауа кедергісі жоқ. Екеуі жерге бірдей түседі. Яғни екеуі де бірдей секундына 9,8 метр секунд жылдамдық қосып отырады. Ол енді массасына тәуелді емес. Енді салмақ деген физикалық шама жайлы айтайық. Салмақ деген не, масса деген не? Масса дегенімізді айттық, иә, дененің инерттілігін сипаттайды деп. Ал бұл жердегі салмақ дегеніміз бұл күш. Яғни күш пен салмақ ол екеуі бір десек болады. Өйткені өлшем бірлігі екеуінікі де ньютон. Салмақтың белгіленуі P деп белгіленеді. Формуласы енді тең m көбейтілген g. Вектор қойсақ та болады, өйткені салмақ ол векторлық шама. G деген ол сәйкесінше векторлық шама. Сонда P-ның өлшем бірлігі ньютон болды, яғни бұл күш. Яғни қайда түсіріліп тұрған күш? Бұл біздің гравитациялық өрістің бар болуының әсерінен, ауырлық күшінің әсерінен біздің жерге түсіріп тұрған күшімізді салмақ деп айтамыз. Немесе бұның кітап бойынша ережесін айтатын болсақ, тірекке немесе аспаға түсірілген күш. Яғни біз бір тірек дегеніміз енді біздің астымыздан тіреп тұрған затқа қаншалықты күш түсіргеніміз, аспа деген мысалы турникқа тартылып тұратын болсақ, турникке, яғни аспаға түсірілген күшіміз қанша екендігін көрсетіп тұрады. Енді бұл жаңағыдай mg формуламен анықталады, ауырлық күшінің формуласымен бірдей. Бірақ бұның өзгеріп кететін жағдайлары болады. Мысалы, біз лифтте тұрайық, мынандай бір лифт берілсін. Лифттің ішінде бір адам тұр. Мынандай адам тұр, бір кезде лифт төмен қарай, тоқтап тұрған лифтіміз бір кезде бірден төмен қарай қозғалып кетеді. Бірден төмен қарай қозғалып кеткен кезде біз бір ішіміз бір түрлі болып кеткен сезіледі ғой. Ішің бір болмай, бірдеңе болып қалады, әйтеуір дұрыс болмайды. Сондай болады. Сол сезімді сезініп қалуымыз, яғни ол салмақсыздықты сезіну. Яғни салмағың сенің P тең 0 болды деген сөз. P тең 0 болды деген сөз. Ол қай бағытта түсірген? Яғни мынаның астына сен бір күш түсіріп тұрдың ғой мына жерде. Бір P деген салмақпен P деген күш түсіріп тұрдың. Ал мынау сенен бүйтіп алыстап қозғалып кеткен кезде сен оған күшіңді түсіріп үлгере алмай қалдың да, өйткені ол сенен тез қозғалып кетті. Егер мынау лифтпен сен мысалы бірге қозғалатын болсаң, төмен қарай тұрақты, онда сен P күш түсіріп тұра беретін едің. Ол сенен бірден қозғалып кеткеннен кейін сен оған түсіріп үлгере алмай қалдың да ана жаққа. Мысалы бір машинаны итеріп жатсаң, ол ары қарай жүріп кетіп қалса, сен оған күшіңді түсіріп үлгере алмай құлайсың ғой ары қарай. Яғни сен оған салмақ түсіре алмай қалып жатсың, күш түсіре алмай қалдың. Соны салмақсыздық деп кішкене айтуға болады. Негізінде салмақсыздықты сезіну үшін ол енді ғарышкерлер, мысалы аспанда жүреді, ол жақта гравитациялық өріс оларға әсер етпейді. Сондықтан олар ғарыш кемесінің ішінде ұшып жүреді, қалқып жүреді. Енді қалқып жүру деген сөз ешқандай затқа олар салмақ салып жатқан жоқ. Яғни ол тірекке де салмақ салып жатқан жоқ, аспаға да ештеңеге асылып тұрған жоқ. Олар салмақсыз жүр. Бірақ массасы бар, бірақ салмағы жоқ. Осы екеуін жақсылап ажырата алу керек. Енді бұл тақырыптағы бүгінгі өтілген тартылыс құбылыстары, ауырлық күші, салмақ деген тақырыпқа есептерді осы сабақтың ең нұсқасынан көретіндей боламыз. Осымен сабақ аяқталды.